Бүгінгі сабағымыз мемлекеттер туралы болады. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бірінші тапсырма Listen and read. Match from 1 till 6 with pictures A to F. Тыңдаңыз және оқыңыз. 1-ден 6-ға дейін болған сөйлемдерді A-дан F-ға дейін болған суреттермен сәйкестіріңіз. Бірінші сөйлем. Hi, my name is Lucas and this is a poster of my favorite basketball player. He is from the United States. Сәлем, менің атым Лукас және бұл менің сүйікті баскетбол ойыншысының плакаты. Ол Америка құрама штаттарынан. Бірінші сөйлеміміз F суретімен сәйкес келеді екен. Екінші сөйлем. Hello, I'm Jeremy. These are my friends Vendula and Dana. They are from Czech Republic. Сәлем, атым Джереми. Бұлар менің достарым Вендула және Дана. Олар Чех Республикасынан. Екінші сөйлеміміз D суретімен сәйкес келеді екен. Үшінші сөйлем. Hi, I'm Ержан and I'm 10 years old. I'm from Astana. It's the capital of Kazakhstan. Сәлем, менің атым Ержан және менің жасым 10-да. Мен Астана қаласынанмын, бұл Қазақстанның астанасы. Үшіншісі A суретімен сәйкес келеді екен. Төртіншісі. Hello, my name is Evan and this is my friend Yetiz. We are from Istanbul in Turkey. Сәлем, менің атым Evan және бұл менің досым Yetiz. Біз Түркияның Стамбул қаласынанбыз. Төртіншісі C суретіне сәйкес келеді. Бесіншісі. Hi, I'm Clara. I'm 11 and I'm from Sao Paulo in Brazil. It's a very big city. Сәлем, менің атым Клара. Менің жасым 11-де және мен Бразилияның Сао Пауло қаласынанмын. Бұл өте үлкен қала. Бесіншісі B суретіне сәйкес келеді. Алтыншысы. Hello, my name is Katie and I'm from Budapest. It's the capital of Hungary. Сәлем, менің атым Кейти. Мен Будапешт қаласынанмын. Бұл Венгрияның астанасы. Бұл алтыншы сөйлеміміз И суретіне сәйкес келеді екен. Екінші тапсырма. Match the countries to the capitals. Write sentences, then listen and check your answers. Мемлекеттерді астаналарымен сәйкестіріңіз, сөйлемдер жазыңыз және де тыңдап жауаптарыңызды тексеріңіз. Біріншісі. Czech Republic, Prague. Екіншісі. Бразилия. Үшінші. Астана. Төртінші. Moscow. Бесінші. Washington, D.C. 6. Ankara. 7. London. Және соңғысы Tokyo. Енді мысалда берілгендей етіп сөйлемдер құрастырамыз. Prague is the capital of the Czech Republic. Прага Чех Республикасының астанасы. Brasilia is the capital of Brazil. Astana is the capital of Kazakhstan. Moscow is the capital of Russia. Washington, D.C. is the capital of the United States. Ankara is the capital of Turkey. London is the capital of Great Britain. Tokyo is the capital of Japan. Үшінші тапсырма. Think of more countries and capitals. Бұдан бөлек мемлекеттер мен олардың астанасы туралы ойлаңыз. Мысал ретінде берілген кейбір мемлекеттердің астаналарына назар аударайық. Біріншісі. Rome is the capital of Italy. Рим Италияның астанасы.
New Delhi is the capital of India. New Delhi, Индияның астанасы. Ottawa is the capital of Canada. Ottawa, Канаданың астанасы. 4-ші тапсырма. Work in pairs. Test your partner. Make true and false sentences about cities, countries, and capitals. Жұптық жұмыс. Досыңызды тексеріңіз. Қалалар, мемлекеттер және олардың астаналары туралы дұрыс және бұрыс сөйлемдер құрастырыңыз. Бізге мысал ретінде берілген екен. Мысалға, the capital of Germany is Bonn. Bonn Германияның астанасы дейді. Бұл дұрыс емес сөйлем. No, the capital of Germany is Berlin. Сол осы сөйлемдер секілді сөйлемдер құрастыруымыз керек екен, ал досыңыз оның дұрыс немесе бұрыс екенін табуы керек. Бұдан да бөлек берілген мысалдарды көріп шығайық. Біріншісі, Doha is the capital of India. No, Doha is the capital of Qatar. Екіншісі, New Delhi is the capital of India. True. Үшіншісі, Canberra is the capital of Italy. No, Rome is the capital of Italy. Бірінші тапсырма. Listen and repeat the words. How do you say we, you, and they in your language? Тыңдаңыз және сөздерді қайталаңыз. Өзіңіздің тіліңізде we, you, they сөздерін қалай айтасыз? Біріншісі, we, біз. Екінші, you, сендер. Үшінші, they, олар. Екінші тапсырма. Complete the table with plural forms in the text on page 6. 6-шы бетте берілген мәтіннен көптік формаларын таблицаға толтыруымыз керек екен. Бізде жекеше формасы берілген. I am, you are, he is, she is, it is. Бізде келесі we are, қысқаша түрін жазамыз. You are, they are. Үшінші тапсырма. Replace the words in blue with words in the box. Көкпен берілген сөздердің орнын төменде берілген сөздермен ауыстырыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемге қарайық. Астана is the capital city. Астана is the capital city. It's big. Бұл жерде Астана сөзінің орнына it сөзі қолданылған. Келесі сөйлемдерді қарап шығайық. Clara is from Brazil. Clara Бразилиядан. Клараның орнына she қолданамыз. She is from Brazil. Екіншісі, Julia and I are from Australia. Юлия және мен Австралияданбыз. Julia and I деген сөздердің орнына we қолданамыз. We are from Australia. Үшіншісі, London and Tokyo are capitals. London and Tokyo орындарына they қолданамыз. They are capitals. Төртінші, Lucas is from Washington. Lucas'тың орнына he қолданамыз. He is from Washington. Бесіншісі, Eldar and you are from Kazakhstan. You are from Kazakhstan. Төртінші тапсырма. Match parts of sentences from 1 till 5 with A to E. Яғни, сөйлемдердің бөліктерін бірлестіруіміз керек екен. Біріншісі, I'm 10. Менің жасым 10-да. Екіншісі, Алматы is a city. Алматы бұл қала. Үшіншісі, we are friends. Біз достармыз. Төртінші, Тимур is a boy. Тимур ұл бала. Бесіншісі, she is a teacher.
ол, яғни қыз бала, мұғалім. 5-ші тапсырма complete the sentences with the correct form of be. Сөйлемдерді be'дің дұрыс формасымен толтыруымыз керек екен. Мысал ретінде бір сөйлем берілген, соған қарайық. Inju is 12. Инжудың жасы 12-де. Келесі сөйлемдерге назар аударайық. Yetis and his teacher are from Turkey. Yetis және оның мұғалімі Түркиядан. Екінші, the USA and Brazil are big countries. ақш және Бразилия бұл үлкен мемлекеттер. Үшінші, Prague is the capital of the Czech Republic. Прага Чех Республикасының астанасы. Төртінші, Бибігүл and I are 10 years old. Бибігүл және менің жасым 10-да. Бесіншісі, Carmen is my friend from Sydney. Менің досым Кармен Сиднейдан. Алтыншы, I'm a student here. Мен мұнда оқушымын. Жетінші, you are in my class. Сен менің сыныбымдасың. Алтыншы тапсырма, read and listen, then practice the dialogue. Change the words in blue. Оқыңыз және тыңдаңыз, диалогты айтып жаттығыңыз және де көкпен берілген сөздерді басқа сөздерге ауыстырыңыз. Диалогымызды оқиық. Hello, what's your name? Сәлем, сенің атың кім? I'm Jack and you? Менің атым Джек, ал сенің? My name is Edita. Where are you from? Менің атым Edita. Сен қай жақтансың? I'm from Manchester in England. Мен Англияның Манчестер қаласынамын. And how old are you? Сенің жасың нешеде? I'm 11. Менің жасым 11-де. Бұл диалогта көкпен берілген сөздерді өзіңіздің досыңыздың атына, өздеріңіз туралы ақпараттармен ауыстыруға болады. 7-ші тапсырма complete the key phrases with words from exercise 6. Төменде берілген кілтті сөздерді 6-шы тапсырмада берілген сөздермен толықтыруымыз қажет екен. Key phrases asking for personal information. Кілтті сөздер жеке басына қатысты ақпараттар туралы сұрақтар қою. What's your name? Сенің атың кім? Where are you from? Сен қай жақтансың? How old are you? Сенің жасың нешеде? 8-ші тапсырма practice the dialogue from exercise 6 again, but invent new information. Then introduce your partner to the class. 6-шы тапсырмада берілген диалогты айтып жаттығыңыз, алайда жаңа ақпарат ойлап табыңыз. Кейін досыңызды сыныбыңызға таныстырыңыз. Мысал ретінде берілген сөйлемдерге қарайық. This is Daniela. She is 10 and she is from Belém in Brazil. Бұл Даниэла, оның жасы 10-да, ол Бразилияның Белен қаласынан. Тағы бір мысалымызға қарайық. This is Nurlan. He is a student. He is 12 years old. He is from Astana in Kazakhstan. Бұл Нұрлан, ол оқушы, оның жасы 12-де, ол Қазақстанның Астана қаласынан.